Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз осындай көкөніс қосылған тай етін дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді турап дайындап аламыз. Етті соломка етіп турасаңыздар да болады, бірақ мен осындай видеодағыдай етіп, шамалы жалпақтау етіп турадым. Етті жұқа етіп турауға әрекет жасаңыздар, жұмсақ болады. Етіміз турап дайындап алдық. Қызған тәпемізге майымызды құйып, үстіне етін салып қуырамыз. Жоғарғы отта қуыру қажет. Міне 1-2 минут қуырған соң етіміздің түсі ағарды. Үстінен соя құйып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Енді тек осы еттің өзіне жететін тұз және құмшекер салып, тағы да 1-2 минут қуырып, үстінен қақпағын жауып, шамалы 20-25 минут төмен отта қуырамыз дымдап. Етіміз дайын болғанға дейін бұрышымызды тураймыз. Көкөністің барлығын турап дайындап аламыз. Бұрышымызды ірілеу етіп тураймыз, себебі бұнда етпен қосып қуырып аламыз, босасып кетеді. Бұрышты ромбик немесе үшбұрыш етіп турасаңыздар да болады. Мен осындай соломка етіп турадым. Қиярымызды да осындай етіп турадым. Қалаған формаларыңызды берсеңіздер болады. Қызанағымыз таза піскен, дәмді қызанақ болу қажет, бірақ босасып кетпеген қаттылау қызанақты істетуге әрекет жасаңыздар, сонда су шығып кетпейді. Пиязымызды да осындай ірілеу етіп, ұзындау етіп тураймыз. Сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Міне етіміз дайын. Шамамен менде 25 минут қуырылды төмен отта. Енді отымызды жоғарыға көтеріп, осындай балар бұрышымызды салдық. Жоғарғы отты қуырамыз. Шамамен 2 минут қуырылды, одан артық қуырылмаңыздар. Үстіне сарымсағымызды салып, тәпемізді газдан аламыз. Мен бұл тағамды салат ретінде тартқандықтан, осындай қиярды газдан алған соң салдым. Сіздер егер ыстық тамақ ретінде тартатын болсаңыздар, қиярды да газдың үстінде шамамен 1-2 минут қуырып алыңыздар етпен қосып. Міне осылай қиярымызды салдық. Араластырып аламыз. Тәпеміз әлі ыстық, қызып тұр. Осыны 1-2 араласқан соң үстінен қызанағымызды салып, тағы да араластырамыз. Үстінен қалған тұз және құмшекерімізді салып, тағы да араластырып жібереміз. Уксус эссенциясы 70%. 70% болған соң 1 шай қасыққа жеткізбей салдым. Көк пиязымызды саламыз.
осылай аздау көкпиязымызды қалдырып қоямыз, үстін сәндеу үшін. Көкпиязымызды салатқа салып, тағы да араластырамыз. Салатымыз жақсылап араластырған соң, үстін жауып қоямыз. Кейін тағы да бір тұз, шекер және уксустың дәмін білу үшін дәм татып жеп көреміз. Кем-кетігін дұрыстап. Міне осылай жауып, шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң салаттың дәмін көреміз. Мұны дайын салатымыз. Қиярдың да түсі шамалы өзгерді. Салатымыз дайын. Міне мен осындай ыдысымызға салып, үстінен қуырылған күнжітпен сеуіп сәндедім. Үстіне көкпияз септім. Сіздер өздеріңіз дәмге қарай, өздеріңіз қалай сәндегілеріңіз келсе сөйтіп саласыздар тәрелкеге. Көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Диана. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар.